Сәлем достар, қазір термомиксте творожный кекс жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға қант, сармай, қант пен сармайымызды салдық, екеуін енді араластырып аламыз. Қажет болса, шет жақтарын бұлай лопатканың көмегімен түсіріп аламыз. Шетін түсіріп алдық. Ендігі кезекте творог саламыз. Бұны да араластырып аламыз. Енді жұмыртқамызды саламыз. Шет-шетін міндетті түрде түсіріп аламыз. Бұны да араластырып аламыз. Енді соңғы кезекте сүт және де лимонның цедрасын теркадан өткізіп алып қосамыз. Лимонның соғы, ұн және де қопсытқыш. Шет-шетін міндетті түрде түсіріп аламыз осылай. Енді араластырамыз осыны. Мінекей массамыз дайын. Массамызды арнайы формаларымызға құйып аламыз. Ас қасықпен шамамен 1,5-2 қасық. Формамызға салып болдық. Енді алдын ала 80 градус ызған пеште шамамен 20-30 минут пісіріп аламыз. Мінекей кекстеріміз дайын болды. Өте жұмсақ, әрі өте дәмді болып шығады. Егер термомикс болмаса, дәл осы реттілікпен блендермен жасай аласыз. Міндетті түрде жасап көріңіз, сіздердің де сүйікті тәттілеріңізге айналады деген сенімдемін. Ас болсын. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды.